Бастамас бұрын жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің сериямыз Сиян есімді қыздан басталады. Ол толықтау, көңілді, ұяң және өзіне сенімі жоқ. Оған қарамастан ол ән айтуды және билеуді жақсы көреді. Ол оңбайын радио жүргізеді, бірақ түрін көрсетпейді, себебі жанкүйерлері оның түріне таң қалып қалмасын дейді. Шоуын аяқтаған соң, ол төсегіне жатып, арманы мектепті бітіріп, бөлмесінде мәңгіге оқшауланып, тамақ ішіп, ұйықтау екенін айтты. Оның ойынша бұл мінсіз өмір. Сосын ол тамақтың иісін сезіп, бұл қуырылған тауық па, әлде деп ойлайды. Сөйтсе, отбасы барбекю жасап жатыр екен. Сондықтан ол төменге жүгіріп барып, бірге тамақтанады. Ата-анасы оны еркелетіп қалағанынша тамақ жеуіне рұқсат береді. Олар оның сұсты келбетіне мән бермейді, және артық салмағы болса да, әрдайым оны әдемі деп айтады. Бірақ Сиян бұл туралы өте сезімтал. Ол үйге кіріп, отбасының суреттеріне қарап, өмір әділетсіз деп айтады. Өйткені отбасындағы бәрі ақ, тек өзі ғана пол. Екінші жағында біз оның егіз әкесі Шияны көреміз. Ол барлық жағынан оған мүлде қарама-қарсы. Олар егіз болса да, Шия арық, әдемі, сүйкімді және тартымды. Оның дауысы аса жақсы емес, бірақ сырт келбеті оған көптеген жарнамаларға түсінбей көмектеседі. Оның компаниясында Сонг есімді танымал әнші де бар. Оның дауысы әдемі және жанкүйерлері көп. Шия оның жанкүйерлерінің бірі. Ол оны ән айтып жатқанын үнемі қарап, бір күні онымен кездесуді, немесе тым болмаса жағынан көруді армандайды. Содан кейін біз Шияның биін жақсарту үшін сабақ алып жатқанын көреміз, ал бір тілші одан сұхбат алады. Достары оның одан танымал болғанына қызғанышпен қарайтыны анық. Сосын менеджері кіріп, компания оның үйінде сұхбат жасағысы келетінін айтады. Шия қобалжып, не істерін білмей қалады, өйткені ол әкесінен ұялады. Ол Сиянға ешкім көрмесін деп тығылуын өтініп хабарлама жібереді. Ол адамдар оның толықтау әкесі барын білсе, оны мазақ етеді деп айтады. Сол сәтте Сиян отбасы суреттерін қабырғадан алып бөлмесіне тығып қояды. Ол сұхбат біткенше өзін бөлмесіне қамап қояды. Сұхбат кезінде Шия ата-анасымен мақтанатынын, өйткені олар әрдайым қолдау көрсететінін айтады. Үші одан бауырлары бар ма деп сұрағанда, Шия өтірік айтып, үлкен әкесі бар, бірақ ол шетелде жүр деп жауап береді. Сол сәтте Сиянның іші ауырып, дәретханаға баруға қатты мұқтаж болады. Ол бар күшін салып шыдауға тырысады, бірақ шыдай алмайды. Оған бұрын жеген қырыққабаты себеп болып тұрған сияқты. Ол бөлмесіне шығуға мәжбүр болып, дәретханаға білдірмей ұрланып бара. Шия оған ешкім байқамасын деп тыңдап отырады. Сиян дәретханаға жүгіріп кіреді, ал шыққанда сұхбат әлдеқашан аяқталып қояды. Ол әкесіне барып, бәрін естігенін айтады. Ол неге Шия оны шетелде жүр деп айтқанын сұрайды. Шия күліп, одан ұялатындығын және ешкім оның толықтау әкесі бар екенін білмегенін қалайтынын айтады. Тіпті Сиянның өмірінен мүлде жоғалып кеткенін қалайтынын да айтады. Сиян ашуланып, ойша өзін қорғанып, Шияның шашынан тартып, оған сабақ беріп, енді оны мазақтамайтын етіп қоямын деп елестеген. Келесі күні таңертең Сиян мектепке барады, оның достары жоқ екені анық көрінеді. Барлығы оны мазақтап күледі. Ол жүрген кезде көзімен жерге қарап, құлаққап киіп алады, сонда басқалардың ауыр сөздерін естімейді. Ол сыныптасы Джонды көреді, оған ғашық екені анық, бірақ Джон әрдайым достарымен бірге оны мазақтап күледі. Ол да жай ғана кезекті қорлаушы болып шығады. Сиян бір жыл бұрын болған оқиғаны есіне алады. Ол Джонға хат жазып, оны ұнататынын, және тіпті бір күнге болса да кездескісі келетінін мойындаған еді. Бірақ сыныптастарының бірі сол хатты дауыстап оқып, оны мазақ қылды. Содан кейін барлық достары да қосылып, оны керемештеді. Джон да оған күліпті. Сиян мейірімді әрі ұяң болғандықтан өзін қорғайды, жауап қайтара алмады. Қазіргі уақытта Сиян өзін өте бақытсыз сезінеді, және мектеп бітіруге дейін қалған күндерді санап, бұл жерден кетіп, басқа жаққа баруды тағатсыздана күтеді. Кейінірек оның әкесі Сонгпен тағы бір жарнама түсіреді, бірақ ол үнемі қателесіп, үзіліс жасауға тура келеді. Сонг менеджермен сөйлесуге барып, түсірілімді жалғастырғысы келмейтінін, өйткені Шия ән айта алмайтынын, және тек сыртқы келбетіне сенетінін айтады. Шия оның қасына барып отырып, оған жақындауға тырысады, жарнамада ойнауға көмектесетінін айтады, бірақ оның тәкаппар сөйлегенмен Сонг ашуланып қалады. Ол оған талантсыз, тек сыртқы келбетіне сенетін адаммен жұмыс істегісі келмейтінін айтып кетіп қалады. Шия оның бұл қылығына таң қалып, жылай бастайды, өйткені ұнататын жігіті оған суық, қаталға. Осы уақытта Сиян итімен ойнап жүргенде, иті кенеттен қашып кетеді. Ол итін іздеп, көшелердің бәрін шарлап, тым болғанша істейді. Ақыры ол итін жерде жатқан бір қарт әйелдің жанынан тауып алады. Сиян еш ойланбастан қарт әйелге көмектесуге асығып, оны ағасына салып үйіне апарады. Сөйтсе, қарт әйел сиқыршы болып шығады. Ол Сиянға көмектескені үшін алғыс айтқысы келетінін айтып, бір тілек тілеуді сұрайды, және оны орындайтынына уәде береді.
Сиян бастапқыда оған сенбейді, оны алаяқ деп ойлайды, бірақ бәрібір ойнап көрмек болып, зияны жоқ деп шешеді. Ол әпкесі Шия сияқты әдемі сымбатты болуды тілейді. Сиқыршы оған алқа билетте оны тағып жүруін сұрайды, өйткені ол тілегін орындайды дейді. Сиян алғаны тағып, бәрібір сенбей кетіп қалады. Бірақ кенеттен оның іші қатты ауырып, есінен танып жерге құлайды. Дәл сол сәтте Шия да би сабағында өзін жайсыз сезініп, кенеттен есінен танып қалады. Екеуі де ауруханада есін жиғанда бір бөлмеде жатқанын көреді. Аналары кіріп әрқайсысын атымен атайды. Түсінбей олар бір-біріне аң-таң болып қарап айқайлап жібереді. Иә, олардың денелері ауысып кеткен. Екеуі де болған жағдайға сене алмайды. Басында олар мұны бір әзіл шығар деп ойлап, қайтадан өз денелеріне оралу үшін барлығын жасап көреді, бірақ ештеңе шықпайды. Сосын Шия өзі тағып жүрген біртүрлі алқаны байқап, ол туралы сұрайды. Сиян сиқыршының айтқанын есіне алып, оның рас айтқанын түсінеді. Ол тез арада Шияны ертіп сиқыршының мекенжайына барады. Бірақ олар барған кезде ол жердің жоқ болып кеткенін көріп, қатты таң қалады. Оның орнына кек иесі бір айға демалыста деген жазу ғана бар. Бұл екі әпкенің осылай бір ай бойы қалып қоятынын білдіреді. Басқа амалдары болмаған соң, олар бір-бірінің өмірін бір ай бойы ешкімге білдірмей, бір-бірінің өмірін бұзбай өмір сүруге шешім қабылдайды. Шия Сиянмен бірге қалып, оған қалай өзін ұстау керектігі туралы кеңес бере бастайды. Ол оған тәкаппар болып адамдарға суық сөйлеп жүруді айтады, өйткені егер тым мейірімді болса, оны әлсіз деп ойлатқалы. Сосын Шия Сиянға өзінің би билеп жатқан видеосын көрсетіп, соны қайталауын сұрайды. Бірақ Шия одан қайталап көруін сұрағанда, ол Сиянның шын мәнінде өте жақсы биші екенін көріп, қатты таң қалады. Сиян осы уақытқа дейін ешкім білмей, бөлмесінде жасырын түрде би билеп, ән айтуды жаттықтырып жүргенін айтады. Кейін Шия Сиянның достарымен қалай қарым-қатынас жасау керектігін сұрайды, бірақ Сиянның достары жоқ екенін айтады. Шия оны қоғамнан шепталған үшін мазақ етеді. Олар үйге бірге қайтып келгенде, ата-аналары таң қалады, өйткені бұл екі әпкенің алғаш рет дос сияқты сөйлесіп отырғанын көрулері. Әпкелер киім ауыстыратын бөлмеде кіріп, бір-біріне киім таңдауға көмектеседі. Олар телефондарында ауыстырады. Кенеттен Шияның телефоны шырылдайды, ал енді Сиян Шияның денесінде болғандықтан жауап беруге мәжбүр болады. Ол Шияның менеджері екен, ол жарнама түсіріліміне келуін сұрайды. Шия Сиянға бармаса, жұмысынан айырылатынын айтады, сондықтан Сиян әпкесінің денесінде түсірілімге барады. Сол жерде оған макияж жасайды, айнаға қарап, өмірінде алғаш рет өзін әдемі сезініп қуанып қалады. Оның айналасындағы адамдар оған жылы қабақ танытады, ешкім артық салмағы үшін мазақтамайды. Осы уақытта Шия Сиянның өмірін сүре бастайды да, оның орнына мектепке барады. Сол жерде ол Джон мен оның достарымен келсе, олар бірден оның сақ келбетін мазақтайды. Шия ашуланып қарымта қайтарғысы келеді, бірақ Сиянның өмірін бұзбау үшін өзін сабырға шақырады. Осы уақытта Сиян әкесінің жарқын өміріне таңғалып, абдырап қалады. Ол Шияның қаншалықты танымал екенін және оның жанкүйерлерінің көптігіне қайран қалады. Репетиция залына кіргенде, түсірілімде кию керек киімді көріп, оның қаншалықты кішкентай екеніне таңырқайды. Ол әзілдеп, өзі әдетте күріш қапшығындай үлкен киім киетінін айтады. Сосын ол Шияның достарының өзіне жаман сөз айтып жатқанын естіп қалады. Олар оны тәкаппар деп атап, әдемі болғанымен ешқандай таланты жоқ, пайдасыз деп айтады. Сонда да Сиян ештеңе демейді. Түсірілім басталғанда Сиян биге қиналады, өйткені ол әлі де яң әрі қобалжулы, ал Шия болса табиғатынан сенімді. Ол қатты қателесіп қалады. Кейін ол сәтсіздікке ұшырағанына көңілі түсіп қалады. Командадағы әріптестері ашуланып, оның нашар өнері бүкіл топқа әсер етті деп кінәлайды. Сиян олардан кешірім сұрайды. Сіңлісінің достары таң қалады, өйткені Шия бұрын соңды кешірім сұрамаған. Олар оның жай ғана түр жасап тұрғанын ойлап кетіп қалады. Сиян әжетханаға кіріп жылай бастайды. Бойындағы алқаны ұстап, ол өзінің шынайы денесіне, шынайы өміріне қайта оралғысы келеді деп тілейді. Осы уақытта Шия Сиянның үлкен денесінде болуды пайдаланып, бұрын арық болу үшін диета ұстап жүргенде жеуге рұқсат етілмеген барлық тағамдарды жей бастайды. Ол Сиянға қоңырау шалып, дайындық қалай өткенін сұрайды. Сиян оған қобалжып, қорқып тұрғанын айтады, бірақ Шия оны жігерлендіреді. Ол Сиянға өзіне сенуді айтып, енді оның денесінде екенін, демек әдемі арық екенін еске салады. Оған өзін бөлмесінде жалғыз, ешкім қарамай, қысымсыз еркін ән айтып, үй билеп жатқандай елестетуін айтады. Сиян оның сөздерінен жігер алып, жарнамаға барынша көңіл бөлетінін уәде етеді. Ол батылдық жинап, бұл оның мүмкіндігі екенін өзіне айтады. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, табысқа жетіп, өмірін өзгертуге. Өнер көрсету басталғанда Сиян сахнаға шығады. Ол сенімді түрде би билеп, әдемі әрі күшті дауыспен ән айта бастайды. Көрермендер мен түсірілім тобы тынығып қалады.
Оның дауысы бұрынғыдан әлдеқайда жақсы естіледі. Соң оған таңырқап қарап, оның ұната баспағаны анық байқалады. Өнері аяқталған соң көрерменге қатты қол шапалақтап, оны қолдайды. Сиян сахнадан түскенде баспалдақта сүрініп құлай жаздайды, бірақ дәл сол сәтте Сонг оны ұстап қалады. Ол оның жағдайын сұрап, Сиян оған алғыс айтады. Содан кейін Сонг сахнаға шығып, әдемі даусымен ән айта бастайды. Сиян оны мұқият қарап, оның өзіне және даусына толықтай бауралып қалған. Ол Сиян әрдайым кездесуді армандаған жігіт. Кейін Сиянның менеджері оның өнерін мақтап, тіпті достары да бүгін дауысы өзгеше әрі әлдеқайда жақсы шыққанын айтып кешірім сұрайды. Сиян олардың мақтауына қатты қуанып үйіне оралады. Ата-анасы оны жылы қарсы алып, бүгінгі биі мен әні бұрын-соңды болмаған ең үздік өнері болғанын айтады. Алайда Шия сол жерде отырып, әпкесіне қызғанышпен қарайды. Қызғаныштан ол Сионды суға итеріп жібереді. Ата-аналары оның бұл әрекетіне таң қалып, оны Сион деп ойлайды, ал шын мәнінде ол Шия екенін білмейді. Содан кейін Шия өз бөлмесіне кетіп, Сионға артынан келуді айтады. Сион бөлмеге кіргенде Шия оған жастық лақтырып, ашуланып, неге сахнада ән айтқанын сұрайды. Ол оған бәрі оның дауысының нашар екенін біледі, ал енді Сион олардың үмітін өзгерткенін айтады. Олар қайтадан орнына ауыстырғанда Шия не істерін білмей қалады. Сион кешірім сұрап, шынайы денелеріне оралғанша енді ән айтпайтынына уәде береді. Кенеттен Шияның телефонына хабарлама келеді. Сион оны оқығанда, оның сондықтан келгенін көріп, қатты таң қалады. Шия бірден одан онымен сөйлестің бе деп сұрайды. Сион олардың арасында не болғанын айтудан жалтарады. Шия адырап қалады, өйткені соңғы рет оны көргенде, ол оған дүрегі қарап, суық әрі тәкаппар болған еді, ал енді хабарламада онымен дуэт айтуға ұсыныс жасап отыр. Шия еш ойланбастан келісетінін жазып жібереді де, Сионға оның орнына ән айтуын, сонда Сонг оған одан сайын ғашық болатынын айтады. Сион адырап қалып, оған сәл бұрын ғана ән айтпа деп ескерткенін еске салады. Келесі күні Шия мектепке барып, Сионның шкафын ашады. Ішінен ол Сионның күнделігін тауып алып, оны оқуға өзімен бірге алып келген. Оны оқи отырып, Сионның Джонға ғашық болғанын, оның артық салмағына бола Сионды қабылдамағанын, және кейін өзімен достары Сионды мазақтағанын жазғанын біледі. Сондай-ақ Сион кейде өміріндегі ауыртпалықтан құтылу үшін өліп кеткісі, немесе өмірден жоғалып кеткісі келетінін жазғанын оқиды. Шия әкесінің сөздерінен қатты әсер алады. Алғаш рет ол Сионның еш кінәсі жоқ нәрсе үшін қаншалықты азап шеккенін түсінеді. Осы уақытта Сион бейжаттығуында болады. Сабақтан кейін ол сондықтан шоферда кездесуді сұраған хабарламалады. Қуанып, Сион онымен кездесуге барады. Соң оған бұрынғы қарым-қатынасымен айтқан сөздер үшін кешірім сұрайды. Әрине, Сион не болғанын білмегендіктен шатасып қалады, өйткені бұл жағдайға әпкесі Шия тап болған еді. Дегенмен Сион оны мейірімділікпен кешіреді. Соң жеңілдеп қуанып қалады. Ол Сионға дауысы әдемі екенін айтып, енді өздерін ұстамай, бірге ән айту берегенін ұсынады. Әңгімелесіп отырып, олардың ортақ нәрселері көп екенін түсінеді. Соң оған одан сайын бауыр басып, жақынырақ болғысы келетінін айтады. Сосын ол Сионды құшақтайды. Сион оның сөздерін естіп қуанады, бірақ ол бәрін әпкесінің түрімен айтып тұрғандықтан көп алшып қалады. Ол тез арада менеджері күтіп тұрғанын айтып кетуі керек екенін жеткізеді. Дәл осы уақытта Шияның достарының бірі менеджермен сөйлесіп, ренжіп әрі қызғанып отыр. Себебі ол іс-шарада ән айтуға Шияны таңдаған, өзін емес. Менеджер оған Шияның дауысы қазір жақсырақ екенін, сондықтан сахнаға оның шығатынын айтады. Сиян ішке кіріп, олардың бірге тамақтанып отырғанын көреді, қастарына отырып алады. Командадағы әріптестерімен менеджері таңғалады. Өйткені Шия әдетте тәкаппар болып, әрдайым жалғыз тамақтанатын. Сосын менеджері оған тамақ береді, бірақ ол тек салаттан тұратын бір ғана табақ. Сиян таңырқап қалады, өйткені ол әдетте көп тамақ жейтін, ал Шия керісінше әрдайым салмағын мұқият қадағалап жүретін. Осы уақытта Шия Сиянның күнделігін оқып бітіріп, әпкесіне істегендер үшін бүгін мектептен кек алуға бел буады. Ол мектеп дәлізінде келе жатып тұзақларды көзі шалады. Қыздардың бірі айнаға қарап, өз сұлулығына тамсанып, мақтанып тұр. Шия оған мысқылдап күледі. Қыз ашуланып, неге күліп тұрғанын сұрайды, бірақ Шия оны мүлде еремейді. Қыз ашуланып, Шияны жерге итеріп жібереді, ал қалған бұзақылар күледі. Бұл жолы Шия үнсіз қалудан бас тартады. Ол орнынан тұрып, қыздарды кері ителеді, басты бұзағымы да ителіп жібереді. Сосын ол қызды мазақтап, сен шыбықтай ақсың дейді. Қыз оны шапалақтамақ болғанда, Шия оның қолын ұстап алып, тағы қайқаласа өкінетінін ескертеді. Жақын жерде тұрған Джон бәрін бақылап, араласуға тырысады. Бірақ Шия оған да қарсы шығады. Ол Джонды мазақтап, мен ешқашан сен сияқты ерге ата-анасының баласын ұнатылмаймын дейді. Сосын ол өзіне сенімді түрде кетіп қалады. Бәрі оның мінезіндегі күрт өзгеріске таңырқап қалады.
Енді ол бұрынғыдай жасқаншақ емес. Ол батыл, ештеңеден қорықпайтын, енді ешкімнің пікіріне мән бермейтін адамға айналды. Осы уақытта Сонг жалғыз отырып, телефонынан Шияның суреттерін қарап, оны қатты сағынып отырғаны анық көрінеді. Ол оған кездесуді сұрап хабарламалар жібереді. Сиян оларды көргенде қатты қуанып, онымен шатырда кездесуге барады. Бұл жолы Сонг оған өз махаббатын мойындайды. Ол алғашында жақындасуға қорыққанын, өйткені адамдар оны кек саф келбеті үшін ұнатады деп ойлайтынын айтады. Бірақ қазір ол оның мінезін және әдемі дауысын жақсы көретінін айтады. Сиян бақыттан басы айналып, қатты қуанады, бірақ әлі де күмәнданады, себебі ол әлі де әпкесінің денесінде. Дегенмен ол енді өзін ұстай алмай, оны да ұнататынын және оған сезімі барын мойындайды. Екеуі жұмыстан кейін романтикалық кездесуге баруға келіседі, бірақ Шияның досы олар байқамай тұрған кезде арттарында тұрып, жасырын түрде суретке түсіріп алады. Осы уақытта Шия үйде, істері жоқ, тек тамақ жеп отыр. Зерігіп ол серуендеуге шығуға шешім қабылдайды. Ол сиқыршының үйіне барады, бірақ сиқыршы әлі де демалыста екен. Сиян жұмыстан кейін Сонгпен студияда кездесіп, бірге айтатын әндерін жоспарлайды. Сиянға Сонг сияқты танымал айдолдың оны ұнатқаны қатты қуаныш сыйлайды. Енді ол мәңгі әдемі болып қалсын деп армандай бастайды. Кейін екеуі қол ұстасып үйлеріне қайтады, бірге бақытты. Бірақ Сиян үйіне келгенде, бақта оны Шия күтіп отырғанын көреді. Шия Сияның денесінде істері жоқ болғандықтан, кек тамақ жеп, ұйықтаудан жалығып, ашулы күйде отыр. Екі әпке бір-бірінен өмірлерінде маңызды бір нәрсе болды ма деп сұрайды. Бірақ Сиян өзінің денесін пайдаланып жүріп, жасырын түрде Сонгпен кезіп жүргенін Шияға айтудан бас тартады. Ал Шия Сияның несін пайдаланып, сыныптастарын мазақтап төбелескенін Сиянға айтпайды. Екі әпке де бір-бірінен құпияларын жасыра бастайды. Әрі екеуі де бір-бірінің өмірінде әлақ бөліп тудырып үлгерген. Шия Сиянға айдың аяқталуына небәрі 15 күн қалғанын еске салады. Содан кейін әрқайсысы өз шынайы денесіне және өміріне қайта оралады. Сиян мұңаяды, өйткені ол бұл түстің аяқталғанын қаламайды. Ол әдемі болып қала бергісі келеді және Сонгпен бірге болғысы келеді. Келесі күні Сиян ешкім оларды бірге көріп, қарым-қатынастарын біліп қоймас үшін Сонгпен шатырда кездеседі. Осы уақытта Шия мектепке барып, Сияның күнделігін оқуды жалғастырады. Ол Сияның бір кездері ән айту және би бағдарламасына кастингке қатысқанын, бірақ қазылар алқасының сырт келбетін мазақ екенін естіп қойып, түйзеліп, жылап, байқаудан бас тартқанын біледі. Шия бұл жағдайға қатты әсерленеді. Адамдар әкесінің дарынын шынайы мүмкіндік бермей, тек саф келбетіне қарап бағалағанын түсінеді. Кейінірек ол мектептегі бұзақылардың би жаттығып жатқанын көреді. Олар биді дұрыс билей алмай, қимылдарын ұмытып жатыр, сондықтан Шия оларға күледі. Қыздардың бірі ашуланып, оған қалай істеу керектігін көрсетуді талап етеді. Шия бұл шақыруды қабылдап, оларды өкіндіруге бел буады. Ол биді бәрінен де жақсы орындайды. Барлығы оның қаншалықты әдемі әрі шебер билейтініне таң қалады. Олар Сияның денесінде жүрген адамның бұлай қозғала алатынына сене алмайды. Тіпті Джон да таң қалады. Ол оның жаңа сенімділігіне, талантына және өзгерген болмысына таңдай қаға бастайды. Алғаш рет ол оған жақындағысы келетінін сезінеді. Сол түні Сиян үйіне оралып, сүйікті тағамның дайын тұрғанын көреді. Ол тамақ жегісі келеді, бірақ Шия оны тоқтатып, денесін бұзбауын ескертеді. Сиян Шияның күнделігін оқығанын біліп шошып кетеді. Ол ашуланып, Шия оның жеке кеңістігіне қол сұққаны үшін ренжиді, екі әпке ұрса бастайды. Сосын олар денелері әлі ауысып тұрғанын есіне түсіреді. Сондықтан әрқайсысы өз денесін ұрып, бір-біріне зиян келтіруге тырысады. Осы күлкілі ұрыстан кейін Сиян қалған 15 күнін барынша тиімді өткізуге шешім қабылдайды. Ол қалағанның бәрін жасап, Сонгқа одан әрі жақындауды жоспарлайды. Келесі күні олар тағы да бірге жарнама түсіреді. Одан кейін Сиян мен Сонг студияда қалып, дуэттеріне ән мәтінін жазуға кіріседі. Сиян Сонгтың өзі ән айтатын радио бағдарламасын шынымен тыңдап жүргенін білгенде таң қалады. Ол оған жұмбақ қыздың дауысын ұнататынын айтады, бірақ камераны ешқашан қоспағандықтан оның қалай көрінетінін білмейді. Сиян оған сол қыздың өзі екенін айтқысы келеді, бірақ қатты қорқады. Осы уақытта Шия үйде Сиянның ноутбугын пайдаланып, оның стриминг бағдарламасын ашады. Ол байқамай камера қосылды күйде тікелей эфирді бастап жібереді. Сияның барлық жанкүйерлері кенеттен оның шынайы жүзін көреді. Олар бірден оның артық салмағына күле бастайды да, эфирді қапелес пікірлерге толтырады. Шия бірақ камераны өшіруге тырысады, бірақ қолынан келмейді. Сиян үйге келіп не болғанын білгенде қатты күйзеледі. Ол бөлмесіне жүгіріп барып жылайды. Енді Сонг оның шынайы жүзін көріп, жек көріп кетеді деп сенеді. Ол қан ұстап тұрып, бәрі көргендерін ұмытып қалса екен деп тілейді. Содан кейін шаршап шалдығып, жүрегі жараланып, жылап ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең оянғанда тікелей эфирдің өшірілгенін байқайды. Бәрі не болғанын ұмытып қалған.
Ол мұның бәрі түс шығар деп ойлайды, бірақ кейін алғаның тілегін орындағанын түсінеді. Кейін жұмыста ол тағы да сынап көреді. Ол досының киімі жыртылса екен деп тілейді, және бұл орындалады. Сосын ол белгілі бір тағамды қалайды. Бірнеше сәттен кейін менеджері дәл сол тағамды алып кіріп келеді. Сиян әр тілегі орындалатынын түсініп қатты қуана. Бірақ бір қойылым кезінде соңғы сахнада ән айтып тұрып, сөздерін ұмытып қалады. Сиян жүгіріп барып, алқаны ұстап, оның мінсіз ән айтуын тілейді. Тілек орындалады. Бірақ содан кейін ол алқаның қорқынышты құнын анықтайды. Ол жақын адамдарына қатысты тілек тілеген сайын, сол адам кейін жарақат алады. Көп ұзамай, соң жаңа әннің сөздерін ұрлады деген жаңалықта ол алаяқ ретінде әшкереленеді. Соң бұл жаңалықтарды көргенде өзін студияға қамап тастайды. Сиян оған хабарлама жібере береді, бірақ ол жауап бермейді, сондықтан өзі барып көреді. Оны құшақтап жұбатуға тырысады. Соң оған зейнетке шығуды ойлап жүргенін айтады, бірақ Сиян оны жігерлендіріп, оның дарынды екенін, алға ұмтылуы керек екенін, және адамдардың сөзіне құлақ аспау керектігін айтады. Содан кейін ол онымен бірге ән айта бастайды, және бірге дайындап жатқан дуэтті жаттауға көмектеседі. Олар аяқтаған соң оған алғыс айтып, өмірінде оның барына қаншалықты бақытты екенін түсінеді. Осы уақытта мектепте Шияға Сиянның бұрынғы қорлаушылары жақындайды. Олар одан би үйретуді сұрап, енді ешқашан оны ренжітпейтіндеріне уәде береді. Шия қуанып келісімін береді. Ол оларға би қимылдарын үйрете бастайды, және тезірек жетілу үшін кеңестер береді. Күндер өте келе, айдың соңы да жеке. Шия қатты қуанады, өйткені енді өзінің шынайы денесіне қайта оралады деп сенеді. Сиян әпкесімен бірге сиқыршының үйіне барады, бірақ сиқыршы әлі үйде жоқ. Алқаны ұстап тұрып, Сиян іштей өзінің бастапқы бейнесіне әлі оралмады. Кем дегенде сон пен дуэтті аяқтағанша солай қала беруді тілейді. Ол әрдайым армандаған өмірін тағы біраз уақыт сезінгісі келеді. Келесі күні мектепте Джон Шияға жақындап, онымен сөйлескісі келеді, бірақ Шия оны суық қабылдап, өзінен аулақ жүруін талап етеді. Мектептен кейін Шия үйіне жаяу қайтып бара жатып, бір мейрамханадан тамақтың иісін сезеді. Ол ішке кіріп қалағанның бәрін жейді, бірақ тамақтанып отырғанда өзін кінәлі сезінеді. Ол бұрын Сиянды өзін ұстай алмайды деп мазақтағанын есіне алады. Бірақ енді өзі сол денеде өмір сүріп жатқанда дәл сол әрекетті жасап отырғанын түсінеді. Осы уақытта соң көзін ұзақ уақыт бойы басып келген күйзелістен шығуға шешім қабылдайды. Ол Сиянға қоңырау шалып, оның кеңесін тыңдап, ән айтуды жалғастыруға бел буғанын айтады. Ол баспасөз мәслихатын өткізіп, бәрі дұрыс түсінілмегенін және жанжалдың жай ғана түсінбеушілік болғанын түсіндіреді. Бірақ көп ұзамай оның Сиянмен бірге түскен суреттері интернетке тарай бастайды. Барлығы бұл суреттерді көреді, ал тілшілер олардың қарым-қатынасы туралы сұрай бастайды. Соң жауап беруден бас тартып кетіп қалады. Шия болған жағдайды білгенде, ашуға мініп, Сиянға айқайлап, оны соңғы сияқты қиын адаммен араласқан үшін барлығының алдында беделін түсірдің деп айтты. Бірақ Сиян оны қорғайды да, сондықтан мейірімді адам екенін және оны жақсы көретінін айтады. Шия оған күліп, өзін алдап жүргенін айтады. Ол егер соң шындықты білсе, бірден тастап кететінін айтады. Екі әпке ұрыса бастайды. Сол кезде кенеттен соң пайда болып Сиянды қорғайды. Ол Шияны жай ғана қызғаншақ жанкүйер деп ойлап, оны жерге итеріп жібереді. Ол жерде жатқан қыздың шын мәнінде нағыз Шия екенін білмейді. Сиян болған жағдайға тамақап қалады. Осы сәтте ол ащы шындықты түсінеді. Егер соң оның кім екенін білсе, оны ешқашан жақсы көрмейтін еді. Егер ол сүйіп жүрген жүздің артындағы толық қыз екенін білсе, оған тіпті қарамас еді. Сиян көз жасына еріп келеді, осы уақытқа дейін елес өмір сүргенін түсінеді. Үйіне оралған соң, ол алқаны алып, не болса да сиқыршыға баруға бел байлайды. Ол өз шынайы денесіне оралу керек. Бірақ барған кезде сиқыршының қайтыс болғанын, оның орнында енді қызы отырғанын біліп, қатты таңырқайды. Сиян оған бәрін айтып, қауіпті қалпына қалай орала алатынын сұрайды. Қызы оған бастапқы денесіне оралудың жалғыз жолы, алқаны ұстап, шын жүректен қайтып оралуды тілеу екенін түсіндіреді. Сол кезде алқа ғайып болады. Сиян қайтып келіп, Шияға білгеннің бәрін айтады. Шия қатты қуанады, өйткені енді өзінің шынайы денесіне қайта оралады. Бірақ сол сәтте Сиян алқаны түсіріп алғанын байқайды. Екі әпке алқаны барлық жерден іздеп, ақыры оны табады. Бірақ сол кезде Шияның жанкүйерлері оны байқап қалып, қоршап алып, бірге суретке түсуге мәжбүрлейді. Әпкелер әрең дегенде қашып құтылады. Олар күліп қашып бара жатып, балалық шақтарын еске түсіреді. Олар кішкентай кездерінде осылай бірге жүгіріп, ойнап күлетіндерін еске алады. Ұзақ уақыттан бері алғаш рет олар бірге болғанына шын жүректен қуанады. Олар бір-біріне жақындап, әпкелерше шынайы уақыт өткізеді. Кейін Сиян соңғы рет сомпен кездесуге барып, шынайы денесіне қайтпас бұрын қоштасқысы келеді.
Ол егер кенеттен өзгеріп кетсе, ренжімеуін сұрайды. Соң оны құшақтап, оған ешқашан ренжи алмайтынын айтады. Сол түні Сиян мен Шия алқаны бірге ұстап, екеуі де өз денелеріне қайтуды тілейді. Бірақ келесі күні таңертең оянғанда ештеңе өзгермегенін көреді. Олар әлі де бір-бірінің денесінде қалып қойған. Ол екеуінің де шын жүректен тілемегенін білдіреді. Сондықтан олар бұдан былай күштеуді тоқтатып, бір-бірінің өмірін жалғастыра беруді шешеді. Бір күні Сиян Шиядан үйден өзінің ән мәтіндерін алып келуін сұрайды. Бірақ Шия жолда келе жатып, жолға мән бермей, көлік қағып кете жаздайды. Сиян оны құтқару үшін жүгіріп барады. Екеуінде көлік қағып есінен танып қалады. Олар ауруханада оянады, және бұл жолы ақыры өз денелеріне қайта оралады. Сиян дәрігерді көргенде қатты таң қалады. Бұл оған алқа берген сол әйел, яғни Мыстан. Дәрігер оған миссиясының аяқталғанын айтады. Қыздар қарым-қатынастарын түзеп, бір-бірін қайта жақсы көруді үйренді. Осылайша ол кетіп қалады. Кейін Шия әкесі жасаған былықты жөндеуге барады. Ол сомпен кездесіп, оны сүймейтінін, әрі қарай ештеңе жалғастырғысы келмейтінін айтады. Осы уақытта Сиян итімен серуендеп жүргенде алдынан Джон шыға келеді. Ол Сиянны бәрі үшін кешірім сұрап, оны ұнататынын және телефон нөмірін алғысы келетінін мойындайды. Сиян сасқалақтап қалады, бірақ сыпайы түрде бас тартады. Ол оған басқа біреуді ұнататынын айтады. Ол соң. Сиян кетіп қалыпты өміріне оралады. Ол онлайн бағдарламасында ән айтып би билеуді жалғастырады. Дәл осы уақытта Шия одан кеткен соң, Сонға дуэтке әнші керек болады. Сондықтан ол ең үздік дауысты табу үшін байқау жариялайды. Уаттанып Сиян байқауға қатысады. Кезеңі келгенде ол қобал жиды, бірақ батылдық жинап ән айта бастайды. Ән айтып жатқанда ол Сонпен бірге болған барлық естеліктерін есіне алып, керемет өнер көрсетеді. Авлар қатты әсерленеді. Сонг оның дауысына тәнті болады. Дауысы жылы, шынайы және жүрекке тікелей жетеді. Ол оны бір жерден білетіндей сезмеді, және дуэтті бірге айту үшін дәл осы қызды таңдайды. Олар әнді бірге орындайды, ал Сиян өте бақытты, өйткені бұл жолы ол сүйген адамының жанында, өзінің шынайы болмысында, өз тәнімен, өз жүзінде ол шын сүйе алатын адам ретінде тұр. Осылайша ол ақыры арманына жетіп, музыкадағы жолын бастайды. Ол өмірін мәңгілікке өзгерткен кереметке алғыс айтады. Осылайша біздің оқиғамыз осымен аяқталады. Лайк басып арнаға жазылыңыздар. Келесі драмадан қайта кездескенше.